Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 70-ші сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар. Бүгін бізде тақырып өзіңді тексер дейді. Бірінші тапсырмаға көз жүгіртсек, тікбұрышты моделін пайдаланып дәптерге төбесі дейді. А нұсқасында жоғарыдан сол жаққа қарай дейді. Біз А нұсқасында жоғарыдан сол жаққа қарай сыздық, иә? А нұсқасында төменде және сол жаққа тік төртбұрышымызды сыздық. Б нұсқасында жоғарыдан оң жаққа қарай сыздық. В нұсқасында оң жақта орналасқан тікбұрышты дейді. Яғни оң жақтан төменнен оң жаққа тікбұрышымызды сызып шықты екен. Енді балалар, екінші тапсырманы дәптерге орында дейді. Бірінші бізде ұзындықтары 1 дециметр, 3 сантиметр және 2 сантиметр болатын екі кесінді және олардың қосындысы мен айырмасына тең кесінділер сіздейді. Бізде 1 дециметр, 3 сантиметр деген сол бізде 13 сантиметрге тең екен, балалар. Енді бізде мұна 13 сантиметр кесіндіні тор көзбен белгілеп сызып шықтық. Яғни ол дегеніміз 1 дециметр және 3 сантиметр екенін жазып қоямыз. Енді бізде 2 сантиметр сыздейді. Тор көзбен 2 сызғымызды, яғни 2 кесіндімізді белгілеп қойдық. Енді біз оның қосындыларын табатын боламыз. Демек, 1 дециметр 3 сантиметріміз және 2 сантиметріміз қосамыз. Сонда ол бізде 1 дециметр 5 сантиметр, 1 дециметр 5 сантиметріміз болады екен. Ол деген бізде 15 сантиметрге тең. Енді біз тор көзбен 15 тор көз, яғни 15 кесіндімізді 15 сантиметр кесіндімізді сызамыз. Ол дегеніміз бізде 1 дециметр және 5 сантиметрге тең. Енді бізде айырмасын табыңдар дейді. Бұл жерде бізде 5 дециметр 3 сантиметрімізді аламыз біз 2 сантиметрімізді. Сонда ол бізде 1 дециметр және 1 сантиметріміз білдіреді екен. 1 дециметр 1 сантиметр дегеніміз ол бізде 11 сантиметр. Яғни енді үшінші кесінді бізде 11 сантиметр және 11 тор көз сызамыз, кесіндіні. Оны біз 1 дециметр және 1 сантиметр деп жазып қойды екенбіз. Енді бізде буындардың ұзындығы 3 сантиметр, 4 сантиметр және 1 сантиметр тұйықталмаған сынықсыз дейді. Бізде бірінші 3 сантиметр кесінді сыздық, одан кейін барып 4 сантиметр кесінді сыздық, одан кейін барып 5 сантиметр. Яғни бұл жерде біз тұйықталмаған нүктелермен белгілеп қойдық. Келесі бір нүктеден шығатын 4 сәуле сіздейді. Бір нүктеден шығатын, яғни 4 сәуле. Осы бізде мінекей 1, 2, 3 және 4. Яғни 4 сәулеміз біздің шығып тұр екен, балалар. Келесі бізде үшінші тапсырма, дәптердің тура ортасында 4 тор көздің шекараларын шаршы болатындай етіп қызыл қарындашпен қоршап сыздейді. Бірінші мен қызылмен дәптердің тор көздің дәл ортасына 4 тор көзбен белгілеп шығады екен. Енді бізде оң жақ жоғары төбесінен 4 тор көз жоғары жылжытып, дәл осындай көк шаршы сал дейді. Енді мен көкпен дәл осыны жоғарынан көк тор көзбен шаршыны сызып шығады екен. Келесі оң жақ төменгі төбесінен 4 тор көз төмен жылжытып, дәл осыны жасыл шаршы сыздейді. Яғни жасыл шаршымызды оң жақ төменгі төбесінен 4 тор көз дейді. Яғни 4 тор көз дейміз біз 4 тор көз түсіп тұрмыз, сондықтан жасыл шаршыны белгілеймін. Енді бізде сол жақ жоғарғы төбесінен оңға қарай 3 тор көз жылжытып, дәл осындай қоңыр шаршы сыздейді. Қоңыр шаршымызды келесі бізде сол жақ төменгі төбесінен солға қарай 3 тор көз жылжытып, дәл осындай күлгін шаршы сыздейді. Яғни күлгін. Сол жақ төменгі төбесінен солға қарай 3 тор көз дейді.
1 2 3 ya. Мінекей мына жерден бастап біз тор көзімізді сызады екенбіз балалар. Келесі бізде 4-ші тапсырма дәптерге 3 бұрыштар сызды. Олардың әрқайсының бір түк бұрышы болсын дейді. Бізде мінекей бір түк бұрышы болып тұр екен. Келесі бір доғал бұрышы болсын дейді. Бізде бір доғал бұрышы болып тұр екен балалар. Келесі 3 сүйір бұрышы болсын дейді. 3 сүйір бұрышы мінекей бізде 3 сүйір бұрышын белгілеп қойдық балалар. Сіздер де дәптерлеріңізге осылай көшіріп жазып алыңыздар. Келесі 5-ші тапсырмада дәптерге 4 бұрыштар сыз дейді. 4 бұрыштар. Олардың әрқайсының 2 түк бұрышы болсын дейді. Мінекей 2 бізде түк бұрышы болып тұр екен, е? 2 түк бұрышы болып тұр екен. Енді бізде бір доғал бұрышы болсын дейді. Бір доғал бұрышы бізде сол кесіндімізді сызып қойдық. 6-ші тапсырма дәптерге бұрыштардың көп бұрыштардың 4 бұрыштардың түрлерін сызды. Ең бірінші біз тік бұрышты сыздық. Тік бұрышты сыздық. Келесі сүйір бұрышымызды сыздық. Одан кейін барып біз доғал бұрышымызды сызып шықтық, е? Енді бізде 5 бұрыш сызу керек, е? Ол бізде 1 2 3 4 5. Бұл бізде 5 бұрышымыз. 1 2 3 4 5 6. 6 бұрышымыз сызылды. Келесі 1 2 3 4 5 6 және 7 8 бұрышымыз сызылып тұр екен. Енді бізде тік 4 бұрышымыз сыздық, е? Бір-біріне тең тік 4 бұрыш. Одан кейін 4 бұрышымызды сызып шықтық. Одан кейін мынау бір-біріне тең 4 бұрыш, яғни бұл бізде шаршымызды сызып шықты екен. Келесі бізде 7-ші тапсырмада А нұсқасында тура теңдікпен тура теңсіздікті ғана жаз дейді. Бірінші бізде 8 ондық 7 білігіміз үлкен екен 99-дан дейді екен. Бұл бізде қате жауап, демек бұны біз жазбайды екенбіз. Келесі бізде 39 қосылған 8 тең 47-ге дейді. Бұл бізде дұрыс жауап. Демек бұны біз дәптерге жазып қояды екенбіз. Келесі 6 дециметр 8 сантиметр тең 86 сантиметрге дейді. Жоқ, бұл бізде қате жауап екен. Келесі 76 азайтылған 8, бұл бізде үлкен екен, кіші екен 69-дан дейді. Бұл бізде дұрыс жауап. Яғни бұны да біз дәптерімізге көшіріп қояды екенбіз. Енді ән нұсқасына қарайтын болсақ, заңдылықты анықта дейді, сандар тізбегін толықтыр дейді. Бұл жерде бізде 22-мізді қосамыз. 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32 және мынау кесінділер бос болған 40-41 деп белгіленген еді. Енді бірінші біз 22 мен 1-ді қосып алайық. Сонда ол міне 23 саным шықты. Келесі 23 пен 2-мізді қосайық, ол бізде 25 саны шықты. 25 пен 1-мізді қосып алайық, ол бізде 26 саны шықты. 26-мізден 2-мізді қосақ, ол 28 шықты. 28-ден 1-мізді қосақ, ол 29. 29-ға 2-мізді қосатын болсақ, ол 31-ге тең болды. 31-мізді 1-ге қосақ, ол 32. Енді мына кесіндіде бізде 34 санын қойдық. Оған 32 мен 2-ні қосқанда, яғни 34 саны деп. Мына кесіндегі белгісіз кесіндегі біз 35 санын қойдық. Ол дегеніміз, яғни 34 пен 1-мізді қоссақ, ол 35-ке тең екен. Мына кесіндіге біз 37 саны, мына бос кесіндіге 37 санын қойдық. Яғни біз 35 пен 2-мізді қостық, сонда 37. Келесі бос кесіндіге біз 38 санын қойдық. Оны біз 37 мен 1-ді қосқанда 38 саны деп белгіледік. Келесі заңдылықта 38 мен 2-ні қоссақ, ол 40 саны шығып тұр, және 40 пен 1-ді қоссақ 41 санымыз біздің шығып тұр екен балалар. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып қойды. Ұмытпаңыздар, біз келесі сабақта кездескенше.